Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Келе жатқан жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгін осындай жұмыртқасыз блины дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Жұмыртқа қосылған блиныдан еш айырмашылығы жоқ. Менің каналыма тіркеліп, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Осындай ыдысымызға сүт құямыз, тұз саламыз, сода саламыз және сұйық май құямыз. Шекер саламыз. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз және ұнды бөліп електен өткізіп отырып және венчикпен араластырып отырып осылай ұнымызды саламыз. Қоюлау болып шыққан кезде міне осындай болу керек. Осылай қоюлау болған кезде үстіне қайнаған су құямыз. Тағы да шамалы сұйық болып кетпесін, тағы да ұн салдым. Міне осы сұйықтық болады бізге. Және табамызды қыздырып, міне қандай болу керек екенін көрсетіп жатырмын. Табамызды майлап, осылай әдемелеп құйып аламыз. Міне осындай тесік болып, әп-әдемі жұп-жұқа болып шығады. Жұмыртқа қосылмаған блиныдан еш айырмашылығы жоқ. Екінші бетіне аударып, екінші бетінде пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Описание бөлімінде оңай және жылдам дайын болатын тағамдардың рецептері өте көп. Міне осындай болып шықты. Орысша айтқанда ажурные блинчики дейді ғой. Өте әдемі блины шықты. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне қалай болып шыққанын көрсетіп жатырмын. Және ортасына кез келген салма салып жесеңіздер болады. Мен клубниканың вареньесін салып жатырмын. Өте дәмді болып шығады. Қаймақ, творог қосып жесеңіздер болады. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.